Сәлем достар, сіздермен бірге осындай булочка дайындаймыз. Бұл үшін бізге ұн қажет. Ұнның ортасын өстіп шамалы ашыңқырап аламыз. Кейін осы ұнның үстіне сүтімізді құямыз. Сүт жылы болса да, салқын болса да маңызды емес. Кейін осы сүттің үстіне сұйық майымызды құямыз. Кейін дрожжімізді саламыз, яғни ашытқы менде құрғақ. Кейін тұзымызды саламыз. Кішкене ғана. Және де жұмыртқамызды. Және де соңынан қантымызды саламыз. Енді барлығын қолымызбен қамыр болғанша араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай болады. Шамалы қаттылау бола береді. Кейін жылы жерге 30 минут немесе 1 сағат аралық уақытында қоямыз. Міне қамырымыз шамалы тұрғаннан кейін жұмсақта болады, және де қамырымызды бір тағы қолмен араластырып аламыз. Және де қамырмен жұмыс жасау оңай болу үшін шамалы 2-3 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен жартысын қалдырып қойдым. Сосын жартысын тағы 3-2-ге бөліп жасадым. Міне бұл жердегі қамырымызды 50 граммнан өлшеп аламыз. Міне қамырларымызды өлшеп алдым 50 граммнан. Енді қамырымызды жаямыз. Мінекей қамырды дөңгелектеу қылып жайып аламыз. Кейін осындай 4 рет 4 бұрышты қылып ортасынан кесіп шығамыз. Қазір демлеп роза жасайтын боламыз. Олай 4 бұрышты қылып кестік. Енді ортасына джем, менде махевтің клубничный джем. Сіздер басқа да жемістердікін алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, міне осылай жабыстырып шығамыз, яғни ортасындағы джем ортасында болып қала беру керек. Міне кейін бізде осындай роза болады. Егер де түсінбесеңіздер, міне тағы да көрсетіп жатырмын, екіншісін қарап алсаңыздар болады.
кейін табамызға пергаментті төсеп, осы қамырларымызды, яғни жаңа жасаған розаларымызды салып шығамыз. Бізде бұл жерде шамалға қойып қоямын мен. Сіздер қоймасаңыздар да болады. Және де үстіне ешқандай да жұмыртқаның сарысын жақпаймыз. Өзі жұмыртқаның сарысынсыз да жақсы қызарып шығады. Енді осы булочкаларымызды 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған булочкаларымыз осылай болады. Әдемі болады розочка ұқсап, және ішіндегі джемімен. Астарыңыз дәмді болсын.